құсынды да дәрет бұзады дейді. Қашан? Вағайраху, сол жаңағы қаннан басқа нәрсе құсқандар, мысалы кез келген тамақ болсын, су болсын, ауыз біресе жұттыңыз ғой, су болсын, тамақ болсын, кез келген дәрі нәрсе жұттыңыз, соны енді сыртқа шығардыңыз ғой, сол дәрет бұзады дейді. Ин мәләлі фама, ауыз толтыратындай болса. Ауыз толтыратындай болса. Енді ауыз толтырған қайдан білеміз? Айтқан кезде оны аузда ұстап тұру адамға қиындық туындатқан болса, толып тұратындай жаңағы өзінде сезген болса, сол кезде ол дәрет бұзады. Егер де ол ауыз толтырмаған болса, онда дәрет бұзбайды. Бұл жерде енді шарқ кітаптарда бірнеше соның тармақшалары бар. Енді адам құсқан кезде жай құспайды ғой, жүрек айланғаннан құсады да. Енді жүрегі айланған кезде адам өз-өзінен жүрегі айланды ма, әлде әдейілеп істеді ма деген мәселе бар да. Қолын салды, или жаңағы жүрек айланатын жерге барды әдейілеп, біресе иіскеді әдейілеп, біліп тұр жүрегі айланатын. Әдейі жүрегі айланып шақырған болса, онда оны ауыз толсын толмасын ол дәрет бұзады дейді. Ал егер де еріксіз бірнеше жерде жаңағыдай жүрегі айланып сондай құсты мысалды, отравление болды. Сол кезде еріксіз құсқан болса, онда қарады, екі мәселе болады. Ауыз толтырды ма, толтырған жоқ па? Ауыз толтырып құсқан болса дәрет бұзылады, ауыз толтырмай құсқан болса дәрет бұзылмайды. Енді ауыз толтырып толтырмауда да тағы мәселе бар. Ол жерде мысалы адам бір құсты, кішкене ғана, сосын біраз тұрды тағы басқа жерге барып құсты да. Сол басқа екі бөлік құсқандардың барлығы қосыла ма, қосылмай ма деген мәселе бар да. Сонда ғалымдарымыз айтады, бұл жерде жаңағы Абу Ханифа мен шәкірттерінің көзқарасында ихтилаф бар. Абу Ханифа рахмаллаху айтады, жаңағы бір жүрек айланған болса дейді, бір жүрек айланымен бөлек-бөлек құсқан болса, сол кезде ол бірігеді дейді. Жоқ, шәкірт айтады, жоқ, бұл жерде мәжіліске қараймыз дейді. Мәжілістер бөлек-бөлек болған болса, онда ол жаңағы бірікпейді дейді. Ал егер де мәжілістер бір жерде құсқан болса, ол мысалы тұрды, бір рет құсты, кішкене жүрек айланып қайтты. Сөзді отырды, қайттан жүрек айланып, қайттан құсты. Сол құсындыны енді біріктіретін болса, ауыз толатындай жағдайда сондай көлемде болған болса, онда дәрет бұзылады дейді. Түсіндіңіздер ме? Енді қарасаңыз бұл жерде ауыз толтырмайтындай құсқан болса дәрет бұзылмайды дедік қой. Сонда ол құсынды таза болады да. Ал егер де ауыз толтырғандай құсқан болса, дәрет сындырады дедік қой. Значит, ол құсынды нәжас болады. Өйткені ол дәрет сындырған нәрсені айттық қой біз, нәжас болады деп та. Лә бәлғаман аслан, бірақ қақырық, түкірікті қанша құсса да ешқашан дәрет бұзылмайды. Кейде бұл адам қақыр көп келеді, жұда береді, сосын қайтадан қақырып құсады да. Қақыр құсқан болса дәрет бұзбайды.